Бар тауым шағылып 10 жыл бұрын. Ұмыт алмас ешкімде әке нұрын. Сағынышпен мәлімдейін әкесізге қазіргі жай күйін отбасыңның. Адал жарың асыл анам шаңырақта, қалды киген төріңде қаңыратпа. Көзді ашып жұмғанша зыр етіпті сенсіз өткен апта 10 жылымда. Асланбекті үлкендерге тапсырғансыз, тұңғыш жолды мейіріммен асырғансыз. Міне қазір бір отбасы басшы болып, шалқы өмір сүруде еш алаңсыз. Бақақ қызың ер жетіп бой жеткенді, мінезі де мұғалімге келіседі. Жас буынның екінші анасы боп, нағыз маман адал жар боп келеді. Қиыр шағын тапайшаң ерке әлі күнге жақсы көрер оны бәрі. Ол да ұстаз, ол да маман өз ісінің. Отбасылы, артында ұл қызы бары. Сол сәттегі мейтонайың өсті бүгін. Үйренді өз бетімен сүріп өмір. Отбасылық құндылығы ортаймаған нағыз маман, жайдары әркез көңіл. Қара шаңырақ діңгегін ұстап тұрған, дәл қазір Ақтөбеде кенже балаң. Анамыздың бабын ол жұбайымен жасап отқан бұл нағыз сенің болан. Көзің көрген Ерасыл мен ақ санжарың, алып жүрер сабақ, спорт ол барлығын. Одан бөгде ұрпақтарың есеюде, желеп жебеп жатқайсың әкем бәрін. Сенсің ана, қиындықтан бізді алып шығарған. Менің анам ол адам. Нұр жүзіне түскен әрбір әжімің, айтшы ана, қалай өтеп жазалам. Келіп жеттің жартастай 70-ке де, жас кезіндей жайдарсыз бүгінгіде. Балаларың жасаған дұғасымен той болсын ендігі келіп 100-ге. Біздің қауқар өмірінен нұрды сыйлау, әр күніңде дүркіретіп тойды тойлау. Бес құлының бар жағдайда жасаса, күлімдеп жүр әрдайым анашым-ау. Қауқарыңда түгесіз текке жанашым, өшір сыза түсірсе 5 балашың. Тек қана сен ғана бола алдың, сүрінсек те мейірімді тек жанашыр анашым. Көтердің өмірге әкелдің, балам деп қалауымды өзің әпердің. Қорғадың бәрінен қауіп пен қатердің, ана.